Қайырлы күн қыздар, мен бүгін сіздерге өпипай тортының жасалу жолын көрсететін боламын. Қоңыраушаны басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі жұмыртқа, секер, Қазақстан шоколады, ұн, разрыхлитель, какао және сармай қажет болады. Кремін описаниеге қалдыратын боламын. Алдымен 4 жұмыртқамызды секермен аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Секерді бөліп салатын боламыз. Жартылай салып, көпіргенше миксерлейміз. Тағы да секердің жартысын салып миксерледім. Міне біздің жұмыртқа мен секеріміз аппақ болып көпірді. Енді сармайымыз бен шоколадымызды отқа қойып ертіп аламыз, немесе су моншасында ертіп алуыңызға болады. Мен отқа қойып екеуін араластыра отырып ертіп алдым. Осы массаны жұмыртқа мен секердің үстіне құямыз. Тағы да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Осындай қоңыр түске айналады. Енді құрғақ қоспаларымызды ұн, какао, разрыхлитель үшеуін араластырып, массамыздың үстіне саламыз. Жартылай салып, осылай араластырып аламыз. Қалған қоспаны салып тағы да миксерлейміз. Осындай масса пайда болады. Айналасының барлығын ішіне қырып түсіреміз. Енді табамызды әзірлеп аламыз. Ол үшін бізге осындай табақ қажет болады. Оны пергаментке сызып алсаңыз да болады, дөңгелетіп. Енді әрбір қағазға 3 қасықтан немесе 4 қасықтан құюға болады. Спатуланың көмегімен бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді қожамыз піскенше кремін дайындап аламыз. Бізге сливки қажет болады, сахарный пудра, творожный сыр және маскарпоне қажет болады. Мен сахарный пудраны ситодан өткізіп алдым, түйіршік болмас үшін. Осыдан кейін екеуін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Қатты қою болмағаны жөн. Ішіндегі сахарный пудра сливкімен араласқанша араластырамыз. Енді осы массаның үстіне творожный сырды саламыз. Тағы да жақсылап миксерлеп аламыз.
әбден миксерлейміз, ішінде іртік болмас үшін. Осыдан кейін маскарпонемізді саламыз. Маскарпонені салып, тағы да миксерлеп аламыз. Жақсылап үшеуі әбден қоюланғанша араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді бұл кремді тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне корждар да дайын болды. Енді 22 дециметрлік табамен осылай үстінен басып тұрып, корждарды кесіп аламыз. Менде 3 корж шықты. 4 корж етіп те жасауға болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Енді кремін жағатын боламыз. Осылай кондитерлік мешокқа салып, шарик тәріздес етіп, кремді айналдыра құйып шығамыз. Қалған ортасына кремді осылай жақсаңыз болады. Қалған бөліктеріне де кремді дәл осылай жағып шығамыз. Енді осы корждардың үстіне ганашымызды құямыз. Тағы да сүтімізді, сұйық майымызды, шоколадымызды үшеуін салып, жақсылап ерітіп алып, осылай жағып шығамыз. Мен үйдегі бар заттармен әсемдедім. Әсемдеуін өз қалауыңыз бойынша жасауыңызға болады. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған өнер. Менің каналыма тіркеліп комментарий жазып лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да рецепттермен бөлісетін боламын.